Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бала кезден сүйіп жейтін тәтті тоқаш, яғни лакомканың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су, оның үстіне жылы сүтімізді, қант және ашытқы, тұз және ертілген сары майымызды салып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Бұл жерде тұз, қант және ашытқымыз толық ерігенге дейін жақсылап отырып араластырып аламыз. Содан кейін арнайы бөлек ыдысқа алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Сол ұнымызды аз мөлшерден осы массаға салып отырып, жақсылап араластырып отырып, қамыр илеп шығамыз. Бастапқыда осындай венчиктің көмегімен араластырамыз, одан кейін қолмен араластырамыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымыз аз қолға жабысып тұрады. Ол ештеңе етпейді. Осылай пленканың көмегімен бетін жауып жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ұнымыз жақсылап отырып көтерілу қажет. Мінекей қамырымыз жақсылап отырып көтерілді. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен 12-13 бөлшекке бөлдім. Мінекей қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Одан кейін оқтаудың көмегімен осылай жайып, бір-біріне беттестіріп аламын. Бұл жерде арасында ештеңе жағудың қажеті жоқ. Себебі қамырымыз бұл жерде жабыспайды. Осылай барлық тоқаштарды дайындап алғаннан кейін бетін орамалмен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей тоқаштарымыз тұрды, жақсы болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Одан кейін духовкада 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз пісіп болғанша кремін дайындап аламыз. Ол үшін қаймаққа осылай сгущенканы қосып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Мінекей тоқаштарымыз дайын болды, жұмсақ, осындай нәзік болып шықты. Арасын осылай ашып дайындап аламыз. Одан кейін бір тоқашты осындай блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Мінекей осылай барлық қажетті заттарды дайындап алдық. Енді тоқашымызға кремімізді жағамыз. Ол үшін тоқашымыздың ішін ашамыз да алдымен кремін осылай жақсылап отырып жағып аламыз. Одан кейін шеткі қырына осындай үңгіндіні сеуіп шығамыз. Мінекей осындай реттілікпен барлық тоқаштарымызды дайындап аламыз. Ал мінекей тәтті тоқаштарымыз дайын. Видеом ұнаса, рецепт ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер.